Көптеген алдындағы бір осы жаңағы танымал бір ағамыз әңгіме жіберіп жатыр да. Ойбай, біздің жаңағы Қабанбай, Райымбек, бүкіл ата-бабаларымыз, Махамбет түгелі, қысқасы айтқан кезде ел үшін, жер үшін соғысқан жоқ, олар дін үшін соғысқан деп бір айғайлаған бір видеосын көрдім. Мен тіптен жағам ұстады. Жалпы деймін. Махамбеттің андай өлеңдері көп, мысалы. Есілдің бойы ен тоғай, ел қондырсам демедім деген сияқты. Сондай өлеңдер өте көп. Енді ер адамы болғаннан кейін сондай дүниелерін оқымаған ба деген сияқты түсініктер келеді. Мысалы кешеде бір ұстаздың видеосын көріп қалдым. Ана ұстаз бүйтіп осылай әңгіме дүкен құрып отыр, бір сақалды кісімен. Сонда айтып отырды, қазақтың 70% сөзі араптан келген дейді. 30% орыстан келген дейді қалған. Сонда менде бір түрлі болып, сонда мен ойладым. Ойбай, сонда біздің ата-бабаларымыз сөйлемей тек қана соғыса бергенбіз ба? Жалпы қысқасы айтқан кезде сондай қызық бір түсініктер қалыптасып отыр да. Мен айтқым келіп отырғаны былай, 1000 жылдай бері бүкіл мына әлемге таралған, енді мен өз басым мойындаймын, ислам дінінің біздің жаңағы мәдениеттің, өркениеттің қалыптасуына қандай үлкен үлестерін қосқан. Мен мойындаймын, онан әңгіме жоқ. Бірақ 1000 жылдан бері осылай келе жатқан дүниені, қысқасы айтқан кезде, соны қорғайын деймеген, осындай бір тарихи деректерді пайдаланып, оны бұрмалап, қысқасы айтқан кезде ұлттық құндылықты құрбан етіп жіберіп, ондай нәрсе қажет емес деп ойлаймын. Дәл ислам дініне ондай қорғау қажет емес. Өйткені 1000 жылдан бері келе жатқан зат та ол. Ал сондай затты қорғайын деп біздің мына ұлттық дүниемізді, қазақилығымызды, қазақи жаңағы тарихи аңыз әңгімелеріміздің бәрін жоққа шығарып, ата-бабамыздың аруақ деп жауға шапқанын жоққа шығарып, қысқасы айтқан кезде сондай дүниелер жасап мүлдем қажет емес деп ойлаймын.